Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Томпиған балалық шақтың дәмі лакомканы жасаймыз. Жұп-жұмсақ, сондай жақсы болып шығатын рецепт. Жасап көріңіздер, бірден шығатынына сенімдімін. Ол үшін бізге жылы сүт керек, құрғақ ашытқы, қант, одан кейін тұз, жұмыртқа, илеуіштен өткен ұнды араластырамыз. Сары майды соңында қосамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды мөлшерден көп қоспаңыздар, сонда қамырыңыз әдемі болып көтеріледі. Енді қамырды жылы жекке көтерілгенше 1-2 сағатқа қоя тұрамыз. Оған дейін кремін жасап жіберейік. Жұмыртқаның сарысына қант қосып, араластырып, кейін жүгері крахмалын қосып, одан кейін біртіндеп сүтті құямыз. Сол кезде дұрыстап араластыру керек. Орташа отта пісіреміз. Қоюлана бастап қайнағанда жақсылап араластырып, от астын өшіріп, сары майды қосып, кремді суытып қоямыз. Мінекей қамырымыз әдемі көтерілді. Қамыр көтеріле сала 60-65 грамм мөлшерінде 15 бөлікке бөліп шығамыз. Әрқайсысын домалақтап аламыз да, кішкене жайып, екіге жабыстырмай бүктейміз. Енді пешке кіргенше 15-20 минутқа көтерілгенше тағы күте тұрамыз. Бетін жауып қойыңыздар. Кейін жұмыртқа мен сүтті араластырып, беттеріне жағып шығамыз. 170-180 градус аралығында 15-20 минуттай пісірдім. Бірақ сіздер пешіңіздің қысымына қарай бақылаңыз. Суи сала кремін жағамыз. Майдалап тазартылған жер арахис жаңағын жалатып шығамыз. Осындай әдемі балалық шақтың дәмі лакомкаларымыз дайын болды. Мен сіздерге осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. 15 тал осындай кремі бар лакомкаларымыз дайын болды. Егер бейне рецепт ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сонда менің күн ара шығатын жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Шайларыңыз тәтті болсын, берекесін берсін. Аман болыңыздар.